Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Бүгінгі шығарма Нұрила Бектемірованың «Адамның күні адаммен» деп аталады. Адамның көңіліне қарау, қолдан келсе көмек беру, кісіліктің ең жоғарғы деңгейі. Бір адамның алдын кесіп немесе жолын бөгеу арқылы өз жолыңызды да жауып алуыңыз мүмкін. Адамның күні адаммен әңгімесі шымыр да шынайы жазылған туынды. Шиеленісті оқиғаға толы шығармадан оқырманның түйері мол. Аталмыш туынды қазақ даналығындағы жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі деген сөздің мәнін дәл ұғындырады. Азаттың аурухананың есігінен кіргені сол еді. Алдынан жүгіріп шыққан медбике қыз: "Сізді асыға тосып отырмыз. Түнгі жол апатынан бір жас жігітті алып келді. Ес-түссіз жатыр. Не қылса да миына зақым келген-ау" деп нейрохирург жігіт ақ халатын кигенше тоқтамай сөйледі. Қазір деп үстел үстіндегі құралдарын жедел алған Азат жан сақтау бөліміне асықты. Басы сол жерде екі әріптесі де шұғыл жетіпті. Бірталай жасқа келген тәжірибелі бөлімше бастығы Сағат жол апатынан түскен жігіттің басының рентген суретін қарап тұр екен. Оның жүзіндегі абыржуды көріп, есін жинай алмай жатқан жігіттің халы мәз емес екенін түсінген Азат: "Қалай?" деді. "Жақсы емес, өзің көрші, миына жақын жерге ісік пайда болған. Оның үстіне бірталай жіңішке қан тамырлары зақымдалған секілді. Қан ұйып қалғаны өз алдына" деп Сағат жігіттің қолына суреттерді ұстата салды. "Енді не істейміз?" деді Азат зақымдалған бастың суретін мұқият қарап. "Білмеймін, операция жасау керек, алайда жанын алып қала аламыз ба жоқ па? Бұл үлкен сұрақ" деп екінші әріптесі Ермек өзінің күмәнін жасырмай. "Алдын ала операцияның нәтижесі болатынын біліп тұрып, осындай қауіпке басымызды тігеміз бе? Өкінішті, өрімдей жас жігіт екен, туысқандарына шындықты айту керек" деді Сағат шаршаған үнмен. "Маған бір ой келіп тұр. Өзіңіз айтып тұрсыз, жас жігіт деп жүрегі шыдайды. Не қылса да туысқандары келісімін берсе, операция жасап көрсе қалай қарайсыз?" деді Азат аз кем ойланып. "Сен бұл қауіпті операцияны мойныңа алып жасай аласың ба? Біз әзірге миына жақын орналасқан ісікті қалай алу керек екенін және қанша жіңішке қан тамырларының толық зақымдалғанын білмейміз ғой. Мен операцияға қатыспаймын. Егер бұл жігіт олай-бұлай болып кетсе, басымыз пәлеге қалады" деп бөлімше бастығы өз шешімін кесіп айтты. "Мен де білмей тұрмын" деді әріптесі Ермекке екі ойлы болып. "Азат, сен шетелде осында қиын операцияларға қатысып көріп пе едің?" "Иә, мұндай жағдай болған. Өте қиын операцияларға қатыстым. Бірақ онда жаңа технологиялар мен тәжірибелі нейрохирургтар болды" деп Азат күмілжіді. "Мен өз ойымды айттым. Әрі өздерің шешіңдер, уақыттарың өте тығыз. Кез келген уақытта тағы да бірер қан тамырлары жарылып, миына қан кетіп қалса, бұл жігітті құтқара алмайсыңдар" деп Сағат жан сақтау бөлімшесінен шығып жүре берді. Есік көзінде тұрған жігіттің туыстары дереу нейрохирургты көріп қоршап алды. "Дәрігер, айтыңызшы, жігіттің жағдайы қалай? Ота жасайсыздар ма?" деген сұрақтарға Сағат қысқаша жауап берді. "Жігіттің жағдайы өте ауыр. Миына жақын жерге қан ұйыған және ісік бар. Тағы ары қарай қандай зақымдаулар бар екенін біле алмай тұрмыз. Тіпті операция жасағанның өзінде нәтижелі болады деп айта алмаймын. Менің пікірім осындай" деді. Дәрігер: "Енді не істейміз? Әлде Алматы немесе Астанаға алып кетеміз бе?" деген абыржыған дауыстарға. "Жігіттің өмірі қыл үстінде жатыр. Ешбір қозғалысты көтере алмайды. Енді не істеді? Көмектесіңіз, жалынамын, көмектесіңіз" деп бір әйел жылап Сағаттың ақ халатына жармасты. "Мен сіздерге ақиқатты айтып тұрмын. Ал осында шетелден білім алып тәжірибе жинақтап келген Азат деген нейрохирург бар. Егер ол ота жасауға келіссе, мүмкін көмектесе алады. Мен ешкімге бұйрық бере алмаймын. Өз еркі білсін" деп өзінің соңғы сөзін айтуға тура келді. "Ол қайдан табамыз?" деп абыржыған еңгезердей жігіт ағасы кетуге асыққан Сағаттың соңынан ілесті. "Ол қазір жансақтау бөлімінде балаңыздың миын түсірген суреттерін көріп ойланып тұр" деп бөлімше бастығы тез кетуге тырысты. Енді жылаған күйзелген жұрттың назары жансақтау бөлмесі жаққа ауды. Осы кезді күтіп тұрғандай іштен талдырмаш денелі ақ халат киген қара торы жас жігітпен бірге егделеу дәрігер жігіт ағасы ілесе шықты. "Азат деген сенбісің? Жігіттің жағдайы қандай? Операция жасауға келе ме? Жанын қалай сақтап қаламыз? Қарағым, бар үмітіміз сенде, көмек бере гөр" деген дауыстар жан-жақтан естіле бастады. Егделеу дәрігер тоқтап:
Тынышталыңдар, жылағаннан ешбір көмек жоқ. Біз не істейтінімізді талқылап жатырмыз. Жігіттің халы мүшкіл екенін жасыра алмаймыз. Өмір уақыты сағат емес минуттарды санап жатыр. Егер мына жаратылыс берген дарыны бар Азат Рахымұлы операция жасауға келсе жақсы болар еді деп жанындағы жас нейрохирургтың жүзіне сұраулы пішінмен қарады. Бауырым, отбасындағы жалғыз ұлым еді. Жанын алып қал, не сұрасаң да беремін деп екі көзі қызарған жігіттің әкесі солқылдап жылап жіберді. Азат оны бірден шырамытты. Сол кісі ғой, сол кісі әлі күнге шейін басына түскен сол бір қиын жағдайды ұмыта қойған жоқ. Азаттың көңілі алабұртып кетті. Дәл қазір ақ телпек, ақ халат киіп тұрған талдырмаш жас жігітті олар тіптен таныған жоқ. Бірақ осы да дұрыс шығар. Онсыз да өлі мен тірінің арасында жатқан жас жігіттің өмірі қыл үстінде жатқанда өткен күндердің келеңсіз оқиғасын қазбалап қайтеді. Әрі Гиппократқа берген анты бар. Іштегі толғанысын білдірмеген Азат көпке көңіл аудармай, мен қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Операцияға рұқсат қолхаттарыңызды жазып беріңіздер деп мына жылап сықтаған топ маңынан тезірек кетуге тырысты. Әрине, қолхат жазып береміз, бірақ ұлымның жанын алып қаламын деп кепілдік бересің бе, деді жігіттің әкесі көңіліндегі күдігін жасырмай соңынан ілесті. Мен сізге айтып тұрмын ғой, қолымнан келген көмегімді аямаймын, ал кепілдік бере алмаймын деп Азат операцияға дайындалу үшін аяғын тез басып кетіп қалды. Ауыр халде жатқан жігіттің туған туыстары біраз естерін жинағандай болды. Ота жасайтын бөлменің маңынан барлық туған туыстары кейіндегі кең жарық дәлізге шығарылды. Манадан бері жан күйзелісіне ұшыраған жігіттің анасы көзінен ыстық жасы сорғалап жылауын тоқтатпады. Соған қарамастан сөмкесіндегі қайта шырылдаған ұялы байланыс телефонын алып, әлдекімдермен болған мән-жайды айтып, тоқтаусыз сөйлесіп жатты. Әкесі де қарап тұрмай таныстарының қоңырауына жауап бере бастады. Сәке, білмеймін, жол апатына түскен ұлымның жағдайы өте қиын. Таңға жуық көзі ілініп кетті ме, келе жатқан көлігі жардан ұшып кетіп 3 рет аударылыпты. Қалай тірі қалғаны белгісіз. Оған ота жасап жатыр. Кім жасап жатыр дейсіз бе? Бір Азат деген жас жігіт екен. Өзі шетелде оқып білім алған дей ме? Білмеймін. Сағат деген бөлімше бастығы ота жасаудан бас тартты. Сол кісі осы нейрохирургты айтты деп болған мән-жайды айта бастады. Иә, білемін. Азат Рахымұлы өте білімді нейрохирург. Біраз жылдар бойы шетелде Ресейде қызмет атқарған. Ол өткен жылы анасы қайтыс болған соң елге қайтып оралды. Марқұм анасының бейітін тұрғызып, асын берген соң қайтадан шетелге жұмысқа кетеді деген әңгіме бар. Квалификациясы жоғары маманды Германия мен Ұлыбритания сияқты елдердің госпитальдары қызметке шақырып жатқан көрінеді. Не қылса да ол ұлыңды құтқаруға бар күш-жігерін салады. Қолы алтын дарынды жігіт деп ар жақтағы адам жігіт ағасының көңілін аулады. Не дейді? Деді жылап отырған әйелі күйеуінің жүзіне сұраулы пішінмен қарап. Бәрі дұрыс болады дейді деп жігіт ағасы әйелін тыныштандыру мақсатымен. Осы кезде жылағаннан екі көзі ісіп кеткен қызы Майя ата-анасының жанына жақындады. Папа, сіз ана хирург жігітті таныған жоқсыз ба? Жоқ, деді әкесі қызына таңдана қарап. Қалайша танымадыңыз? Бұдан 3-4 жыл бұрын біздің $250,000 тұратын джип көлігімізді соғып шығын келтірген осы жігіт емес пе? Мен бір көргеннен таныдым. Не? Әкесі үстіне біреу суық құйып жібергендей селк ете қалды. Ойбай, қызым, оны неге ертерек айтпадың? Ол менің ұлымды өлтіріп енді кек алады ғой деп анасы баж ете қалды. Мүмкін емес, ұқсас біреу шығар деп әңгіме төркініне жаңа ұққан әкесі басын ұстап дірілдеп орындыққа отыра кетті. Білгенде не істейтін едіңдер? Басқа амалдарым бар ма еді? Бұл аурухананың бірде-бір нейрохирургі келіспеген операцияны жасауға ол жігіттің жүрегі дауалады ғой. Кірленген саналарындағы бықсықты шығармай енді тыныш тұрыңдар деп жігіттің ақсақалды атасы ашуланып кетті. Әй балам, ай дүниенің дөңгелек екенін қалайша білмедің? Қазақ адамның күні адаммен демеуші ме еді? Ата, сол кезде ұлыңыздың осы жігітке көрсетпеген қоқан-лоққысы жоқ. Ақша әкесін өлтіргендей $100,000 қаржыны желкесінен сығып жүріп алды ғой деп мән-жайды жақсы білетін келіні жылап қоя берді. Мүмкін емес. Осындай сәйкестік бола ма деп өмірі қыл үстінде жатқан жігіттің әкесі әлі сенбей іштей күбірлей берді. Болады. Сол кездегі жасаған қиянаттың енді ұлымның алдынан шықты деп ыза болып жаны қысылған әйел одан әрмен жылап қоя берді. Папа, сол қымбат көлігіңді соғып кеткен кезде жігітке қолда көтердіңіз.
мен ішінде болдым ғой. Бұл жігіт сізге басымнан ұрмаңыз, қолымды сындырмаңыз, мен хирургпін деп жалынып еді ғой, есіңізде ме деп қызының да дауысы дірілдеп шықты. Жапшы аузыңды, мен қатты тұрған жоқпын ғой деп енді әкесі ақтала бастады. Я, ұрған жоқсың. Әуелі 3 күннің ішінде $100,000 қолыма санап әкеліп бермесең өлтіремін дегенсің деп күйінген әйелі де жүзі көгеріп орнынан тұрып күйеуіне тап берді. Қоясыңдар ма түге, ұлдарын қала үстінде жатқанда жаншыл шығарғандар не деп атасы ашуланып бар даусымен ақырып жіберді. Барлығы жым болды. Әлі есінде, ол жігіт 3 күннің ішінде джип көлігін жөндету үшін қомақты қаржыны қолына санап әкеліп берген. Оның себебі егерде қылмыстық іс қозғалса, ол шетелдегі қызметіне қайта алмай қалады екен. Осы сәтті тиімді пайдаланғанда өзінің қатты масаттанғаны әлі есінде. Шетелден келген жас жігіттің аңқаулығының арқасында $100,000 нәпақа таптым деп жолдас шорасына әбден мақтанған. Әзір сол оқиға есіне түсіп қатты күйзеліп кетті. Енді не болады? Мүмкін хирург жігіт өзін танымаған шығар. Әй қайдам, ол оқиға есінде қалмады дегенге кім сенеді? Әрине таныды, сыр білдірген жоқ. Операциядан бас тартуына болатын еді, бірақ олай жасамады. Неге? Санасын қамалаған сансыз сұрақтардан жігіт ағасы бір орында пайыз тауып отыра алмай жүрегі қысыла бастады. Дәлізде арлы-берлі жүгіріп жүрген медбике қызға жағдайын айтып еді. Ол дереу бір бөлмеге ертіп барып, қан қысымын өлшеп, дәрігердің нұсқауымен ине шаншып берді. Содан кейін уайымдамаңыз, Азат Рахымұлы қол алтын хирург. Ол кісінің операция жасауға келіскенінің өзі үлкен жетістік деп жігіт ағасының көңілін алады. Ол қайта дәлізге шықса ештеңе өзгере қоймапты. Операция басталғаны 4 сағаттай уақыт өтті. жиналғандардың барлығы қаз-қатар тізіліп үнсіз отыр. Мына беймәлім тыныштық адамдардың жүйкесін жұқартып бара жатқанына ұқсайды. Жігіт ағасы қарап отырмай, сол жылдары жасаған үлкен қиянатын есіне алып, іштей қайта өкіне бастады. Бұлай боларын кім біліпті? Барлық есілдеті оңай олжа мал табуға ауып кеткен. Байлық пен барлық қандай жолмен келетінін тіпті таңдап көрмепті. Берсе қолынан, бермесе жолынан талай адамдардың нәпақасын тартып алған күндер де болды. Әйелі айтса да бір нәрсені біліп айтады. Мына хирург жігітке не қып-қызыл қиянат жасаған, соттатпақшы да өлтірмекші де болды. Ауру анасын алып кетуге асыққан жігіт түнде келе жатып жол жиегіне қойып кеткен қымбат көлікті абайсызда соққан еді. Шын мәнінде 15-20 мың доллардың үстінде жөнделетін көлікке қыруар қаржы талап еткен болатын. Енді сол иттігіне іште қатты өкініп тұр. Өткен күнгі қиянаты жанын құрттай жегідей жеп барады. 6 сағат өткенде барып туған туыстары алыстан телміріп қарап тұрған операция жасалып жатқан бөлменің есігі сарт етіп ашылды. Барлығы ішке ұмтылды. Олардың жолы медбике қыз бөгеп жібермеді. Операция сәтті өтті. Азат Рахымұлы қызметтік бөлмесіне кетті. Ол кісі қатты шаршаған екен. Біраз демалған соң сөйлесесіздер деп ешкімді маңына жуытпады. Осы сөздің өзі жиналғандар үшін үлкен қуаныш болды. Барлығы бірін-бірі құшақтап көздеріне жас алды. Папа, сіз Азаттың кешірім сұрамайсыз ба деген қызының сұрағын естіп, жігіт ағасы не айтарын білмей тосылып қалды. Ол мені танып қояма деп қорқып тұрмын қызым. Желкесі күжірейген қылмыскерден сескенбеуші едім, ал мына нейрохирургтан қорқып тұрмын. Батылым барар емес деп шынын айтты. Жаным тірі болса әлгі алған ақшанды қайтарып бересің деп әйелі де сілкініп шыға келді. Әрине қайтарамын, артығымен қайтарамын деп кінәлі күйеуі қалбалақтап қалды. Ол жігіт ақшаларыңызды алмайды, мен бәрін білемін деп жандарына келген екінші нейрохирург ермек қатқыл дауыспен, ақиқатын айтсам, егер Азат болмаса ұлыңыздан бүгін-ақ айырылып қалар едіңіз. Бұл маңда ешкім қолынан келмейтіні өте қиын күрделі зергерлік операцияны ешбір қателік жібермей шеберлікпен жасап шықты. Өзім жаңында көмектесіп тұрып таң қалдым. Қазір ұлыңыз жан сақтау бөлмесінде ұйықтап жатыр. 5-6 сағаттан соң есін жиып қалар. Бұйырса бір айдың ішінде құлан таза айығып кетеді. Айтқаның келсін деген дауыстар жан-жақтан естілді. Енді не істеймін? Қалай рахмет айтамын деп жігіт ағасы сасып салбырап абыржып қалды. Бәрін ақшамен сатып алуға болмайтындығын ұқсаңыз болды. Бұл сізге өмірлік сабақ болсын. Азат сияқты қол алтын жігіт әлі талай адамдарға өмір сыйлайды. Тура келген ажалдан алып қалады. Халыққа керек маман деп ермек бұрылып кетіп қалды. Сонда да біз кіріп шығайық, алғыс айтайық дегендерге медбике қыз:
ол кісі жоқ, өте ауыр операциядан қатты шаршап үйіне қайтып кетті деді. Ал шын мәнісінде Азат дәлізде тұрған жігіттің әкесінің бет-жүзін көргісі келмеді. Азды көпті жинаған қаржысының соңғы теңгесіне шейін санап бергендіктен ауырған анасын шетелге апарып емдете алмағанын айтқысы келген жоқ. Қатты қиянат көрген жаман адамды қайта көруге жан дүниесін жаралайтынын бір ғана өзі сезді. Барлық қиянатшыл пенделердің осындай тәсілмен тәрбиелеу мүмкін емес-ау деген өкінішті ой санасына келді.